құлата алмайық. Сол, иә, қисайып тұр. Реквизиттарың шаршапты, Реквизит шаршады. организацияларың сәл сөйтіп отса. Бұл кісі мама бүкіл киім-кешекті бірден байқайды бұл кісілер. Табиғат. Хорошо, что сен очкимен көрген жоқ бағана. Рэмбо отыр едім мен. Баршаңызға сәлем, баршаңызға сап. Сабира және де Елекең өзіміздің жақсы көретін жандар ғой. Бір минут жалпы басталып кетті ме сонда? Басталып кетті. Подкаст осылай кетті. Базар жоқ. Мен андай. Біз уже үйреніп алғанбыз. Сәлем, қайырлы кеш, ондай жоқ па? Бізде басында бірінші выпуск сөйтіп тұрғанбыз. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Сіздермен эфирде мен Жансер Қадырбаев және де Ғалымжан Жанықұлов. Қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Елімізге аты танымал. Қызын жол жіңішке деп бір қыз жақтан бастап. Әлбетте, мен елімізге аты танымал деп жай ғана. Сен айтпайды ғой. Аты танымал. Сен айтпайды ғой, одан өйтіп. Жоқ дейтіп атқан қайда мен. Елімізге аты танымал. Өзі 4 баланың анасы болса да, бәріне үлгеріп жүгіріп жүретін, бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті теріп өтіп отырған. Осы Қазақстанның медиа саласында ойып тұрып орын алатын асыл ана, өзіміздің жақын досымыз, әр қашан қолдап жүретін. Инстаграмда мамамыз кезінде, Вайн кезінен бастап мамамыздың рөлін сомдап, қазір өмірде де бір аналық қамқорлығын білдіріп, қолдауын көрсетіп жүрген Сабиркен. Сабира ханым, қош келдіңіз эфирге. Сәлеметсіздер ме? Қош көрдік. Және де подкастта бірінші рет отқаннан кейін. Бірінші рет па? Не істеу керек екенін түсінбей жатыр ғой. Жоқ, сау, бізде де басында өйстіп. Еркін екен. Біз екінші күн түсіріп жатырмыз, қазір жаймен үйреніп келе жатырмыз. Кем-кетіктеріміз болса кешіре отырыңыздар. Құрметті көзқарақты көрермен. Әрмен қарай жалғастырайық. Біздің кезекті қонағымыз, өзіміздің жерлес ағамыз. Бұл кісі де әрқашан қолдауын білдіріп жүреді. Негізі Гала бұл кісі ше, мысалы Мирастың, Тұрардың, не болмаса менің концерттерім болса, кәдімгідей 500 мың лақтырады да. Менің атаған енді сіз өзіңіз айтсаңыз рия болып кетеді. Жария болып кетеді, мен айтсам үлгі ретінде айтады. Жақсылығын айт, нұр тассын. Жақсылығын айт, нұр тассын. Әне. Дейді. Сөйтіп бұл кісі жаңа 500 мың миллиондап жібереді да. Так, бұл өкініп отырады. Өкініп отырады. Және де ол осы сумаға, жаңағы балалар үйінің, қарттар үйінің өздерің білесіңдер, сол кісілерге менің атынан жаңағыдай билет сатып алып беріңдер деп айтады. Енді жігіттерге қалай айтқан білмеймін, мен өзім Родной Фестте сол айтқан болды. Сондықтан әрқашан қолдап жүретін кәсіпкер кісі, одан бөлек біз білмейтін талай кәсіптері бар. Бәрін айтты. Мен қатты хабарлайды екен негізі, хабарлаушы бола ма? Сен бәрін рамқа тығып тастадың. Елдос Қадырханов. Уфа, атыма жетті ма? Елеке, қош келдіңіздер. Енді айтып Мен үшін Елеке КВНнен Вайнға дейін КВНнен таныдық. Біз КВН фанат етіп ойнап жүрген кезде. Қызықты айтайын, енді қызықты айтайын ба? Университет бітіріп жатқан кезде, то ли бакалаврды ма или интернатураны бітіріп жатқан кезде бізге ведущий керек болды да универде. Мен выпускнойға соған сұрайық ол кезде Елдос Колобок как раз жанып тұрған кез ғой. Ол кезде мен блогер емеспін әлі. Сөйтіп барып звондайық, номері бар, жоқ, инстаграмнан кіріп давайте деп номерін звондап, мен өзім сөйлескем еще, саламатсыз ба деп, осындай выпускной болатын еді деп, 200 мың ол кезде бағасы. Қанша болады? 200 мың болады деді. Жарайды деп қойдым. Немене 200 мың сонша ма деп сол кезде. Қош тастаушы деп. Сол бір кешке бола деп. Қазір Сабиркен саламатсыз ба, рекламаңыз қанша десе 2 миллион десе. Сөйтіп айтады ғой қазір өзі. 2 миллион не болды соншама деген сияқты. Енді бұл кісі кезінен келе жатыр ғой. Тамаданы түбін түсірді. 200 мыңға жетуде оңай болған жоқ. Негізі мен 2,5 мың теңгеге тамада болып бастағам. 2,5 қамаңыздар екен. Жоқ, негізі дұрыс. Бағытта айтатын болса 2009 жылы басталды. 2,5 мың теңгеге ресторанның ана басына барып жүгіріп келіп сөйтіп жүретінбіз. Сол 2013-14 жылдар ғой, сол пик болған кездер 200 мың деген сумманың жүрген жылдары сол 2013-2014 жылдар. Максимамен. Максимамен жүрдім. Kia Rio болды. Сонымен 12 жыл тойда тамада болдым. 12 жылы уже ұрыс-керіс көп болып кетті тойда. Той уақытында. Тойдың ішінде жастармен ішіп алып әу деп. Сосын Очоумен кездесіп қалып, соны сөйлескен кезде Очоу айтты, ол 15 жыл тамада болған. Оттегі фильмінің басты актері. Соны таң қалдым. Мен тамадалықты қоюыма себепші болған Очоу.
Да? Ана кісі ол кісі қарап тұр сізге. Адам оттегі демекші. Очоп айтты, егер сен сөз көтере алмайтын, яғни молодежьдің болады ғой, брат, музыка қойып жіберші, бір бәрі, мен музыкант емеспін, мен тамадам. Сондай сөздерді көтере алмайтын неге келген кезде лучше өзің қоя сал деді. Айтпесе бір күн төбелесіп жатасын бір жерде. Сонымен бір тойға барам, сондай болады, 2 той, 3 той, сонымен қоям ау дедім да, сонымен как раз 2020 жылы ма, сонымен тамадалды қойып кетемін. Карантинде басталды. Қанша жыл жүргіздіңіз? 12 жыл. 2,5 мың теңгеден басталды, 1,2 миллион бітірдім. Сонымен жалпы тамадалық тақырыбын. Тамадалық 1,2 миллион бар ма? Қазір Елдос балам 2-3 миллионыңды берейік десе шығасыз ба? Ой, қойыңыз, конечно. Қойыңыз. Ресторан десең. Қойыңыз ақшаны ерге. Мына жерге қойыңыз. Алдыма қойыңыз. Жоқ, одан кейін де ұсыныстар өте көп болды, бағанағыдай тамадалыққа шақырып жүргізушілікке. Мен толыққанды X қойдым ғой. Ол да оңай болған жоқ. Сағынасың, кәдімгі елдің алдына шыққың келеді, сөйлегің келеді, жүргізгің келеді, ойын ойнатқың келеді. Бірақ оған просто тупо ана 10 жыл бұрын ойнатқан ойыңды апарып тұрмайсың ғой. Оған осы қазіргі кезде ізденіс жасап, музыкасы бар, басқасы бар, бәрін дайындау керек. Оған менде өзім жеке тірліктерім бар болғаннан кейін уақыт жоқ. Сонымен екі кеменің басын ұстаған суға кетеді дейді ғой. Мен жақта кәсібің де бар, басқа блогерлығың бар. Еще тамадалықпен кететін болсаң өте қиын. Қазір болсы 15 мың долларға көтеріп тастап. Ол варианттың бір несін істеп көрген болмайды екен, по-любому не істейді екен. Заказ түседі. Тұрсынбек Қабатовтың өзі де айтқан, мен заказды азайту үшін суммамды көбейтіп едім, заказ одан сайын көбейіп кетті дейді. Потому что қазақ бір-бірімен жарысады ғой. Анау шақырған тамадан мен шақырамаймын ба не деген сияқты сондай нәрсе болып кетеді. Жалпы қазақтың асабалықтан кетіп, қазір кәсіпкерлік. Жалпы андай бір момент болған, полный кәсіптегі өзімнің долям бар ғой. Соның бәрін сатып, бәрін тастап, тып-тыныш осы өзімнің бағытында жұмыс жасаймын деген сондай да ойға келген. Бірақ адам оттегі демекші, ашу дұшпан ақыл дос дейді ғой. Сол ақыл дос демекші, өзім бір досым бар, ақылды досым, Дайыр. Сол досым тоқтатты ғой, ойлан, зачем, бүйтіп, давай реттейік, давай былай істейік деп. Сонымен жұмыстың қиындықтарын бәрін бірге жеңіп шықтық қой. Шүкір, стабильность. Тамаша. Дайыр сізге белгілі бір деңгейде оттегі. Оттегі болды, ол действительно оттегі болды. Достығы. Сол кезде шақырдыңыздар ма? Сөйтіп, сол үй қалып кеттік деп. Бұсыны әлі болған жоқ. Бұсыны істеу керек еді сол десе. Елеке, бұсыны қалай өтті? Ну, енді деп, жақсы өтті, жақсы, шүкір. Сәуке, сізде не жаңалық? Бізде бір байыппен, жақсы бәрі. Ондай керемет бір жаңалықтар естейсіздер жақында. Мен білем. Мен де білем. Мен ғана білем ба? Бәрін білесіңдер. Көрерменге айтпайтын болсаң. Өзіміз білеміз. Бір жақында тағы да бір бизнесқа өзімізді тағы да 4-ші рет көрейін деп жатырмыз. Санап отырсақ, оказывается, қайта-қайта ұрыныппыз. Берекелі болсын Алла қаласа. Амин. Алдыңғы бизнестер кішкене бір жаңағы көп қателіктер, көп дұрыс бағыттар таңдалмады деген сияқты. Сол қателіктерді жинап түзеп, қазір тағы да көрмекшіміз. Оттегі фильмі жарық көреді, соның аясында болып жатқан подкаст Адам-адамға оттегі. Сіздердің өмірлеріңізде ерекше орын алатын, көмектескен, тіпті құтқарған бір айтылмаған геройлар болады ғой. Сондай жандар бар ғой? Жоқ, тым ондай жоқ менде. Жақсы. Өзім дамыдым, өзім өстім, өзім туылдым. Сөйтіп қатты кетіп қойдым. Әйтеуір бір адам бір шешім қабылдауға себепші болып тұрады ғой. Мысалға соңғы нелерден алып келетін болса, менің арықтауым. Неше килограмм тастап едіңіз? 114 килограмм болдым, 83-ге түсірді. 30 кило ғой, 30-31. Оны мен өмір бақи тастай алмай жүрген бір 5 кило тастайсың, 7 кило тастайсың, қайттан қосып аласың, үстінен артығымен. Сөйтіп жүрген кезде бағана Маки-Макидағы негізін қалаған Еркебұлан деген досымыз бар. Еркеш. Еркеш. Сол айтты, сенің, енді ол менің біраз әңгімелерім білет, денсаулыққа байланысты, мен арықтамасам болмайды, бірақ арықтауға қадам жасап атқан жоқ. Сонымен отырды, давай онда бәстесек дейді. Саған 45 күн уақыт беріледі, 45 күнде сен 15 килограмм тастасаң 10 миллион берем дейді.
тастамасаң сен машинаңды бересің дейді. Ол кезде менде 200-ка. Ол 10 миллионның қымбат қой. Иә. Енді бұл жерде 10 миллион ұтқаннан бөлек мен еще денсаулық қой бастысы. Оған машина. Мен енді оны еще жария қыласың дейді. Қаншалықты дос бұл? Негізі не деген бизнес десе? Негізі тастамай қалды. Жоқ, дұрыс болды қайта. Ел жұртқа жария қылдық қой. Осылай болады деп. Сосын ол тұрды айтты, бұл машинаны мен алсам 4 отбасыға квартира алып беремін деп. Астында комментарийді оқысаң, әдейі ұтыласаш, брат, как раз бізде үй жоқ еді, осындай дейтін өте көп SMS болды. Сен денсаулығына плевать. Иә, одан кейін ол нәрсе негізі айтпай соңында айтқанда поддержкаларда жақсы болды. Давай, қолымнан келеді, бүйтеді, сөйтеді деп, сол жария қылып салғанымызда дұрыс болды ма деймін, ол да бір өзіме мотивация болды. 10 миллион ұту емес, бұл жерде бірінші очередь бағана ұтылып қалмау, елдің алдында позор болмау деген. 45 күн ешкіммен араласқан жоқпын ғой. Вообще, нөл. Қонаққа шақырады, бармаймын, потому что мен шіп жеп қоятын әдетім қатты етін ол кезде. Азында тұрам, 10 мың шақ жасап келем, үйге келем, душқа түсем, завтрак ішем и тренировкаға барам. Тренировкадан келем, обед ішем, қайттан шығамда жаяу жүрем, үйге келем, 11 мен 12-нің ортасында, ойбай, кешіңіздер, ұйықтап қалам. Азында қайттан жете тұрам, 45 күн. 5-6 күні басында шайып жүрдім, потому что бірден режимге отыра алмайсың ғой. А потом уже кетті ғой. И сонымен тоқтамай 16 килограмм 700 грамм тастадым, 10 миллионды алдым. Сразу бір аптада 6 килограмм қосып алдым. 16 килограммның. Я кайфовать етіп жүріп. И сол кезде уже андай болды. Анау тренерім бар еді, Елдос ше. Сол айтты, қазір сен өзіңді тоқтатып қайттан дальше арықтауды жалғастырмасаң, өте қиын болады, сен өте көп салмақ қосып аласың деді. Егіз организм түсіп кеткеннен кейін, егер оны ұстап қалмасаң, көтерілуі егіз-дау болып кетеді екен ғой. И как минимум 8 ай ұстау керек екенсің оны. Салмақты. И мен 83 пен 85-ның ортасында 11 ай жүрдім ғой. 11 айдан кейін барып, мен уже білгенімді ішіп, білгенімді жеп, сөйтіп жүрдім да, и уже қазір 88-ге келдім. Нормально. Қазір не жесеңіз де сол салмақты ұстап тұрасыз? Ұстап тұруға тырысасың, по-любому андай, мен 90-ға жетпеймін деген нәрсе бар да. Тырысу керек бәрібір. Иә, тырысу керек, ходьба жасау керек, спортпен айналысу керек. Сосын бізді өлтіретін нәрсе қазақилық қой, бағана қонақ жайлық. Қонақ күтесің, ас иесімен тәтті ғой дейді, мен отырып жейсің, одан қонаққа барасың, салып берген нәрсені жемесең, өзінше болып кетті ма дейді, оны жейсің. Сонымен үйге келесе, обал болады дейді. Сол үйге келіп, кекіріп жатасың ғой. Ертең артта. Сонымен сол сәтте сізге Еркеш действительно оттегі, сутегі бәрі болды ғой ма. Еще тағы бір плюсы, мен әйелім де қазір риза болып жүр ғой, вообще қорылдамаймын. Баяғыда мен қорылдап қалатын. Салмағы үлкен адамдар қалай түсті, қорылдау бірден жоқ болып кетті ғой. Қорылдауды қойдым, аяқ киім смело киіп шешем. 3XL-дан М дегенге түстім ғой. М. Мачо. Біз киіп жүрген жайымыз бар. Мен М, менде М. Дайындап қойған. Бірақ сенің М-ің саған бос тұрады. Менің М-ім сәл тырсылдайды ғой. Бірақ енді елекен кәдімгі жас жігіттер ұқсап. Соска болып қойған ба? Салмақ жас қосады да, по-любому да? Әрине, иә. Бірақ 83 дейін түсірген кезде бетім бәрі бір түрлі болып кеткен еді. Әжімдердің бәрі шығып, құлағым қалқиып, мынандай болып ше. Содан кейін 88 болып кішкене құлақты қайттан бет жаптық қой. Әйтпесе қатты деп болып кеткен құлағым. Бізде Сабираның күйеуі Алмаз братанында өте жас көрінеді ғой негізі. Иә. Соны всегда айтамыз, көрген сайын айтамыз. Ол кісі де әрқашан спортта ғой? Спортта, всегда спортта. Ол карате, тайквондо бірдеңе қатысады да? Жоқ, ол жүзумен айналысқан біраз. Жүзу. Ол кісінің оттегі сізсіз ғой. Иә, бір-біріміздің оттегіміз деп отырсаң. Негізі, Елекем, арықтағысы келіп жүрген жандар көп қой. Қысқаша лайфхак айтыңызшы. Сізде олар үшін бір оттегі болыңызшы. Енді ең еріншек адамға айтатын лайфхак арықтау үшін жегенінен жүргенің көп болсын деп айтам болды. Ең дұрыс лайфхак осы. Жегенің 1800 калорий болса, жүргенің бір 2000-2200 болса, постепенно салмақ түседі. Просто жүргеннің өзі көп көмектеседі. Өте көп. Менен нелер сұрайды ғой, қыздар, жігіттер қалай демедім. Азында 10 мың шақ жүріп кел, кешке 10 мың шақ жүріп кел, болды. Ортасында же. По-любому әсер етеді ол. Біз қазір жүруде аз ғой адамдарда. Аз. Сол үшін жүрген. Мен бірақ жүргенде біреумен жүрген ұнамайды маған. Бір қызық айтайын ба?
бізде Алмас екеумізде сағатымызда ходьба бар ғой, қанша күніне қанша жүретініміз жазылады да. Алмас кешкісін міндетті түрде жүреді 10 мың шаг. Сосын барып ол таңертең жұмысқа кетеді, жұмысқа барады, жұмыста болады, обедте келеді, өйтеді, бүйтеді, сөйтіп жүреді 10 мың. Сөйтіп 10 мың шаққа жеттім дейді да. Одан кейін көрсетші сен қанша, менде 12 мың шақ болады ғой. Мен спортпен еш нәрсемен айналыспаймын. Қалай ол өтірік, ол бұл мүмкін емес, істемейді сағатың дейді. Давай ауыстырып көрейік. Просто үйде жүріп та? Үйдің тірлігі анау мынау былай жүру 12 мың шақ жүріп тастайды екенсің ғой. Сонда. Алмас сенбейді да. Мен айтамын, жоқ, давай тағы да көрейік деп сөйтіп көз жетті. Мен айтамын ғой, Алмас сен ер адамсың, сен үйге келесің, диванда отырдың, тамақ дайын, келдің, жедің, тұрдың, кеттің. Біздің ананы алып кел, мынаны істе, мынаны жасап жер, холодильниктен ананы ал. Это очень много работы, көп жаңа шактар бар да. Майда-шүйда шактардың барлығы оның өзі шак кәдімгідей. Сонда біраз білінбейді. Мен айтамын, саған білінбейді, Алмас, өйткені сен келдің, тамағын жедің, жаттың. Бізде ондай емес. Сен бүкіл отбасын тамақтандыру үшін сен бірінші балаларыңның партиясын бересің, олар тұрсын. Ол су ішемін дейді, біреу туалетке кетіп қалады, артынан это очень много работы. Я деп ойланып қапты, шынымен де. Сондықтан әйел адамдар бәрібір де спортпен айналыспаса да біз сондаймыз деп. Ең керек нәрсе біздің ағзамызға қажетті оттегіні жаяу жүріп аласың. Негізі сіздің жасыңыз 32-де. 32-де, иә. Сіздер енді әлі 30-ға жетпедіңіздер ғой. Вот айтыңызшы, 30-дан кейін кәдімгідей басқаша цикл жұмыс істей бастайды. Жаңа ғана сыртта сөйлестік ғой. 30-дан кейін шыға береді. 20-дан кейінгі 30 деген мына санға айтыңыздаршы, неге дайын болайық? Уже процесс метаболизм кішкене уже 30-ға келдім деп расслабляция етеді деген. Сондай шынымен де бұрын мамаларымыз айтатын. 30-дан кейін шығады деген рас па? 30-ға келесің, көресің деп айтатыншы. Шынымен де екен, оказывается. Бар деп ішкеннен жегеннен ақ білініп атады уже. 30-дан кейін. Сосын метаболизм бағанағы басқаша болады дегенде 20-дан кейінгі арықтау тез, чем 30-дан кейін. Иә. Сол үшін қазірден шанс жібермейді. Здоровье с молоду дейді ғой. Бізге жақсы үлгі. Ана 60-қа келген бір кісіден сұрайды ғой, сіз қатты жас көрінесіз, әдемі көрінесіз, қалай десе, просто жас кезінде ішіп жеген қадағаладым дейді, болды. Ішіп жеген қадағала. Сен ішіңе не алып түсіресің дейді, сыртыңнан сол шығады жас келгенде дейді. Жаңа Маргоға донер ала кеште өдім. Балалар арасында мен енді кішкене соскымын ғой десе. Тамаққа жақын негізі гала негізі. Тамақ жағын кішкене қадағалап жүретін, постоянно айтып жүретін мен балаларға. Еще гала бізде кішкене гурман өте сондай. Жақсы тамақтанатын жерлерді біледі. Жүр ана жаққа барып тамақ жеп деп. Ана жақта мынандай күшті нәрсе. Мен білмейтін нәрселердің біразын біледі екен. Қағанат білмейді базиликті білмейді қайда. Сен әйеліңе қиын болды десе онда кейін. Жоқ, мен балықтан басқасын бәрін жей беремін, бірақ мүмкіншілік болса әдемі жеген жақсы ғой. Арықтағысы келетіндерге, кстати, лучше балық жеген дұрыс. Балықтың етін жеген дұрыс. Ол қатты көп қоспайды салмағы. Балық. Арықтауға дайындалып отыр. Сосын гала бізде аяқ киім жақсы көреді деп вообще басқа. Сабира ханым, сіздің өміріңізде оттегі бола білген болған белгілі немесе белгісіз жандар болса, оқиғасымен сондай жағдайлар болды ма? Негізі мен өмірімде оттегі болған ешкімге не емес, құпия емес қой, өзім жолдасым. Негізі ма? Иә, база деп. База. Иә, ең бірінші оттегі болған, ең үлкен оттегі мен жолдасым, одан кейін енем, ата енем. Мынау өте күшті не ғой негізі? Ата енем мені оттегім деп тұр. Қазіргі енді көп жаңалықтарға қоғамда ене мен келіннің арасындағы проблема болып жатса, Сабиркен күштілеп тұрып, менің оттегім енем. Негізі бұл тақырып өте мен үшін де қазіргі қоғамда социальный сеттер дамығаннан кейін, біз сол сферада жүргеннен кейін қарайсың ғой, бақылайсың. Көп қозғалатын тақырыптардың бірі ғой, ене мен келіннің арасындағы жанжал, кикілжің деген. Негізі мені көретін қыз келіншектер маған көп жазады ғой. Өте көп ата енесімен жақсы тұратын, керемет, біздер сияқты тұратын. Тек просто резонанс көбінесе сол кикілжің туған кезде ғана көтеріледі. И сол үшін бүкіл внимание сол жақта болғандықтан кажется, как будто их много. Олар көп сияқты болып көрінеді. Негізі мен ойлаймын, ата енесімен жақсы тұратындар көбірек деп ойлаймын. Сол себепті андай қатты өте маған жаныма бататыны қыздар қорқып қалған күйеуге тиюге сол үшін. Сол үшін мен қазір жаңағы подкастта жүргізетін, интервью алатын интервьюерлерге айтарым, сіздер көбінесе осы
керісінше жақсы қарым қатынасты қозғасаңыздар, көрсетсеңіздер, ол ешқандай да бір қорқыныш емес, бәрі бір Алланың қолында, ол 100% сен сондай бір жаман отбасына түсесің деген бір не жоқ, бір ұстаным жоқ. Неге? Өйткені мен қазір жастармен сөйлесем, көрсем, білсем, сол кезде айтады, жоқ күйеуге тимей қорқам, вдруг менің енем андай болады, қорқып қалған кәдімгідей. Өзім сондай немен жолықтым. Қорқып қалған кәдімгідей. Кемеге жатқан сынақтан қорқады, болмаған тағдырдан қорқады. Енді айналаның бәрі сондайға, анау енесімен ондай, қалай сен жақсыны көрмейсің, адам ешқашан жақсыны көрмейді ғой, жаманды бірінші көріп тұрады. Как ақ парақтағы бір точканың қараны ғана байқайды да, ақ қағазды байқамайды адам, оны дақты байқайды, бірақ ақтың өзі қандай кең мысалға деген сияқты. Сол себепті енелер көп, жақсы енелер өте. Осыны бүгін айт деп жүрген сияқты Сабираға. Мен жайлы. Сосын мынандай комментарий көп болу үшін осындай темаларды қозғайтындар көп. Әйел мен еркектің қарым қатынасына, ажырасуға қатысты, ата енемен бара келіннің қарым қатынасына қатысты бір нефтему бір семьядағы теманы алады да, как будто 1000 семьяда болып жатқандай қылып жария қылып жібереді. Астында қырылады ғой. Сол бағанағы нені көтереді. Негізі және бір жағынан мынандай нәрсе бар да, отбасында кикілжің болатын бақытсыз отбасыларда көбінесе сондай нәрселерге жақын болады ғой өздері. Единомышленниктарды іздейді да. Бақытты отбасы, не до этого олар ондай подкасттарды қарап, интервьюларды, бақытты өмірін сүріп жүреді олар. Они даже не слышат ондай дүниелерді, негізі байқасаңыздар. И оны қатты бір жаңағы айтып, менің отбасым мынандай деп өйтіп айтпайды, ашып. Өйткені өмір тыныш, бәрі өз ретімен болғандықтан қатты ашып сырларымен бөліспейді дегендей. Әрбір қызға Сабиркиннің енесінде ене бұйырсын. Әмин. Өте күшті ғой негізі, расымен. Әрбір енеге Сабиркиндей келін бұйырсын. Әмин. Мә, депші. Негізі, сізде де жеңгеміз мамаңызбен бірге тұрады? Жоқ, біз бөлек шығып кеттік. Қатын жеңді десең. Сәл сұрағанына өкініп қойғансыз ғой басында ше. Інім үйленді ғой. Бірге тумақ бар, бірге тұрмақ жоқ дейді. Інім үйленгеннен кейін біз еншімізді алып амалгатура шығып кеттік. Әйтпесе бәріміз бірге тұрып жатқанбыз. Біраз уақыт тұрдыңыз ғой? Иә, бәріміз бірге тұрып жаттық. Сонымен жаймен бізде пока шамамыз бар кезде жұмыс істеп өзіміздің әйтеуір баспанамызға қол жеткіздік. Інім, келінім, 2 баласымен мама бәрі бірге тұрады. Бірақ біздің үйде маманың өзінің бөлмесі бар. Полный бәрін дайындап қойдық, бірақ мама келмейді. Балалы болсын, сол кезде келемін, көмектесемін, бүйтемін деп несеп қояды, а так пока келмеймін дейді. Атаға сол күнге жеткізсін. Пока сол жақта тұрып отыр енді. Біз келіншегім екеуміз. Комната болса жағы мамашканың. Мамашканың комнатасы тұр, қалай тұр солай ғой. Неге? Менде негізі ғырымға сенесіздер ма, сенбейсіздер ме депші. Айта беріңіз деп. Менде сумкамда как раз соска жүр да баламның. Соны Елдосқа берсем деп едім. Конечно, қолданылған соска, мен ол енді бір ниет қой. Ол ниет қой негізі. Алла разы болсын, рахмет үлкен. Дәл қазір бересіз ба? Әлде подкасттан кейін ба? Қазір берейік. Берейін ба? Иә, бізде ешқандай не жоқ, андай. Таба алмай қалсаң кірген. Соска, сосын тағы не портмоне бірге. Соска машина кілті үйінде. Енді бұл кісілерде 4 бала шаға бар, иә? Еще бізден... Біз бұл кісінің 1 баламен бе, 2 бала кезден бастап танимыз, иә, по-моему? 1 бала кезден танимыз. 3-4 бұл. Пұтырлар отыр, апам. Еще Гала семен құрдас қоя, Сабиркин? Иә, почти. 10 000 шақтың пайдасы, десең. Болмаса қазір болған соң бере саламыз. Болмаса адресін алып беремін, доставканы салып жіберсін. Сразу ба? Алла тағала сол күнге жеткізсін. Негізі бірақ көп балалы отбасылардың мүмкіндігінше сондай енді қазақ ырымдатып жатады ғой. Соскысы бар, нәскиі бар, сондай бірдеңкелерді алып кеткен дұрыс дейді. Кейде ұрлап кеткен дұрыс дейді. Біз ұрлап та жүрген кезіміз болған. Соска менде уже десе. Сразу ма? Жаңадан бала туылғаннан кейін ең бірінші не дешеді? Жүргек дей ма? Сондайларға дейін бізге сөйтіп беріп жатады, ырымдатып. Құдай қаласа жетіп қалармыз деп отыр. Жаңа босанған әйелдің киімі. Құдай қаласа, ничего страшного достар, бізде әлі сүйінші сұрайтын күнге жетеміз. Бірақ гендер-пати жасамаймыз енді. Сол күнге жетейік. Бірақ бағанағыдай не істейміз? Бізде негіз қызғамыз кейде сөйтіп, бір гендер-пати жасап жыртсақ қой деп же. Одан кейін ойланасың ғой, сонда гендер-патиға дейінгі қанша жылдық нем бәрін далаға жібересің ба? Бізге қарап отқан отбасылар қаншама. Осындай бір нелер бар, қол жеткізе алмай жүрген, сол үшін үндемей
спокойно жүре иә береді. жалпы осы гендер пати мысалы енді сіздер енді үлкен буынсыздар, ақыл тоқтатқан адамсыздар. Осы тақырыпты қозғасақ, гендер пати дейтін жалпы Адамға оттегі деген не қағетті? жоқ Бізде галаға бәрібір гала өзі біледі. бәрібірге жауап беремін. Иә, гендер патидің бір обратный несі бар сияқты, иә, сторонасы. Мен өзім қарсымын. Сіз қалай қарсысыз? Гендер пати, одан кейін жалпы жаңалық. Мен де негізі ондай нәрсеге жаңа біздің баламыз болады деген жаңалықта, өйткені мен соларды ойлаймын бірінші орында ше. Солардың көңілін ойлаймын, адамдардың қаншама тырысып жатқандар бар ғой, қаншама менің де туысқандарымның арасында баршы. Оларға да тіпті мен ұялам ғой, ішім шығып бастаған кезде көрсетуге ше, до такой степени көңілдерін ойлағаннан көздерінен біраз бәрібір де біледі ғой, бірақ сонда да андай адам көңілі қимайды ше. Кішкене көңілі босап қуанады әрине біз үшін, бірақ соңында ойлаймын, бізде де қашан болады екен деп ойлайды ғой, күрсінеді кішкене. Соған сол сезімге түсірмес үшін. Иә, түсірмес үшін максимально стараюсь қатты нетпеуге. Басында бірақ ауыр болған, бірінші очередь қыз балаға қиын ғой негізі, келіншегіме кішкене ауыр болып сөйтіп жүрді. Қазір уже спокойно принятие. Иә, қабылдап, басында даже сондай тост айтылған кезде біз жылап қалатынбыз. Әшейін тост айтады ғой, Құдай қаласа сен ұлды бол, қызды бол деген нәрсеге жылап қаласың ғой. Қазір уже спокойно, нормально қабылдап, ішінен қайта аумин деп отырасың, аумин, солай болса екен деп. Енді сынақ қой, біреуге есеппен береді, біреуге төсекпен береді дейді. Барлық жағынан идеальный болса, өмірің тоже қызық емес. Обязательно бір денсаулығынан, немесе қаржылай жағынан, немесе басқа жағынан әйтеуір бір сынақ болып жатады. Балалы болған бір бақыт, балаңның адам болғаны 1000 бақыт дейді. Көп адам бана балалы болдым деп, дейді, ал ол бала қандай болып өседі? Оған сен қанша энергия жұмсайсың? Ол баланың адам болуына сен қанша энергия жасайсың? Қазақта бәрі әдем айтып барынша әйтеуір 1000 балаға татитын бір бала болса да бұйырсын деп тілейміз. Қыз болса да, ұл болса да андай не жоқ. Бана гендер патида қызыл цвет жанса, еркектердің түрі бұзылып кетеді. Мен бар ғой, жаңа не емес ше, мақтанғаным емес, бірақ ел достарды, мен негізі адамдар балалы болатын отбасы көрініп тұрады өзі ше. Ел достар почему-то мен сөйтіп ойлап жүрмін ше, андай балалы болады, от келе жатқан сияқты. Негізі үйде екі қызым бар, көрсетпейміз десең. Бәрі контент. Мен сөйтіп ойлаған отбасыларда әрдайым бала пайда болады. Алдында мен сіздің келіншегіңізді көрген кезде ойлағам, мына қыз скоро көтеретін сияқты деп. Мен солай болса екен. Дерзкий болар еді. Жоқ, біз уже басында біз ойлайтынбыз, может біз өзіміз дайын емес шығармыз, әке, ана болуға деген сияқты. Қазір уже саналы түрде бәріне четко дайындалып қойғансың, андай болатын. Оқитын мектебі, садигі, киетін киімі, қандай фирма. Түгел уже уақыт көп қой енді. Бос жатсың, бәрін ойластырып қойғансың. Бірақ андай нәрсе болады кейде, бір подарка алуға барасың. Бізде кіндік бала, өкіл бала дегендер көп қой. Не аларын білмейсің ғой. Трендте не екенін білмейсің. Наугад фукет ала саласың. Кейбіреуін тура түсіп атасың, кейбіреуін ақ қойсаң, моддан өтіп кеткен ба, сондай болып тұрады. Сол үшін киім бермеңіздер. Бала тез өседі, бала тез өскеннен бөлек, анасы өзін ұнатқандай қылып киіндіргісі келеді. Сондай нәрсе бар екен. Мен мысалға өзім киім сыйламаймын. Басқа мен ақшалай беремін, немесе бір андай шынымен де ұнататын деген нәрсесін беремін. Киімдей беру, мен көп қыз келіншектің ананың атынан сөйлейін, аналардың. Киімдей алып келмеңіздер. Ақшалай беріңіздер, болмаса өзіміз сатып аламыз деп. Өйткені ол қалады құрбысқа, егер ол кигізбесе. Әр ата-ана өзінің стиліндегі киіндіргісі келеді. Иә, ұнат цвет ұнамауы мүмкін, баласын атамын деген сияқты ғой. Ой, матасынан таңдайды ғой. Қазір өйткені мүмкіншіліктер бар заман ғой. Андай бұрынғыдай бір құтыратындай емес. Қазір таңдап жүріп киінуге болады деген сияқты. Ромашка гүлдерінің фотосы бар. Футболка хит еді ғой. Иә, ондай емес, түрлі. Сол себепті. Жақсы екен. Мен онда біраз достарым бала-шағасы бар, сонда. Назамет қой? Назамет. Адамға оттегі деген енді үлкен тақырып қой. Мысалы бір бала кездеріңізде мүмкін қызық нәрселер болған шығар. Енді қазіргі ол ең бірінші рет енді мен енді сүйсуді білмейтін едік қой. Сол кезде досыма рахмет десем. Дайыр рахмет десем. Дайыр от души десем. Дайыр әлі көмектеседі. Құдай сақтасын. Жаңағыда аршын арасында бір не болсын деген ғой. Жалпы мен Алматыға келген кезде ең қиын қаланың бірі Алматы ғой. Алматының
адамды қабылдау қиын ғой. Қатыгездеу Алматы. Иә, қатыгез десе действительно қатыгез. И осы қалаға келген кезде маған оттегі болған, қалаға деген желаниямды ашқан Нұрлан Испанов ағамыз. Ол кісі мен қалай? Иә, Нұрекеге Алла разы болсын, үлкен рахмет. Сол қандай кісі қай жағынан болса да, қаржы жағынан болсын, тамақ жейтін ақшан жоқ кезде кафеге апарып отырғызып, тамақтандырып, Елдос, сен жүрген талантсың ғой, нең бар Таразда, қатты жүгірсең қаладан шығып кетесің, лучше сен осы Алматыда жүрсей деп. Алматыда жүр. Сен анау шоу-бизнес деген үлкен шар болса, сен шардың сыртында жүрсің. Кірсе, ішіне кірсе дейді. Өзім кіргізем деп. Сөйтіп біраз телеканалдарға апарып, Той Думан каналында анекдот айтатын қып мені кіргізген сол кісі. Мен көрдім. Сондай нәрселерге көп тартатын. Сөйтіп жүрген кезде біз Астанаға көшетін болып қалдық. Түнгі студияның ойын жүргізушісі ретінде. Сол кезде мен Нұрлан Испановқа бардым, сұрадым сол кісіден. Мені шақырып отыр Астанаға. Мне пойти или қала берейін ба деп. Не, бұл жақта саған келсең, тағы да тауып беремін, жүргізетін жер, кіретін жер. Сен ана жақта барып көріп келсей деді ғой. Астанаға барып 7 ай тұрдық та, уже бізге бірінші минус болған, ояқта ауа райы болды, өте қиын болды. Сіз отбасыңызбен бардыңыз ба? Әйелім екеуміз ғана ғой. Әйелім екеуміз бардық. Екеуміз де ауырып қайттық қой сол жақтан. Әйелім маңдай полный картошка болып кетті. В общем, сонда үсті басымыздың бәрі жара болып, сөйтіп дерматологқа барамыз, психологқа барамыз, в общем. Қайтыңдар деді ғой. Астанадан кетіңдер деді. Сонымен Астанадан кетіп, Алматыға көшіп келдік. И Алматыдан мен аптасына 2 рет Астанаға барып келіп жүрмін жұмысқа. Сөйтіп жүрдім ғой. Сол уақытта сізге Нұрекеңнің өте көп үлесі болды. Жалпы осы жақта бір фундаментті құюға. Одан кейін Коко Джамбо мен Серік Ибрагимов бар, Секош. Ол кісілер туралы айтпай тұрып бір нәрсе ол кісілер туралы айтқым да келмейді деп. Бір нәрсе айта кетейінші. Әңгімеңізге тұздық болсын. Осы фильмнің, оттегі фильмнің режиссері, сценаристі Самат Саржанов деген жігіт жаңа Елекең айтып жатыр ғой, менің осы бір сферада қалыптасуыма маған көп септігін тигізген Нұрлан Испанов ағамыз деп. Ал Самат Алматыға келген кезде біраз уақыт сіздің үйіңізде тұрды, сол туралы айтыңызшы. Түнгі студияда ол не болды ғой, автор болды, ол алдында КВНде де жүрді. Сөйтіп жүрген кезде маған сол түнгі студияда ведущийлықта көп көмектескен сол Самат. Подачаларды жақсы беріп, ана құлақта наушникпен отырасың ғой сол кезде. Елеке былай айтшы бер дейді, соны айтшы бересің, бұрғыта қалады деген сияқты. Сөйтіп қатты көмектесіп сөйтіп жүрді, и именно Саматпен менде тіл табысу қатты болып кетті. Коннект жақсы болды. Иә, енді басқа да автор жігіттер болды, Ғалым, Кеншілік бар, Сержан бар деген сияқты. Бірақ именно Саматпен кішкене қарым-қатынас басқаша болды, сырласу көп болды дегендей. Сөйтіп жүрді, сонымен мен Алматыға келдім, бірақ Астанаға барып келіп жүрдім, сонымен ол да Алматыға келетін болды. Сол кезде енді пока тұратын жер жоқ, андай-мындай деп отқан кезде, келсейші біз жаққа қарай тұра берсін. Біздің үйде өзде балалар тұра беретін. Бәріміз бірге бір үйде тұра беретінбіз. Сол кезде Саматта жататын, Самат андай кітаппен жүретін. Сәл ауырып қалдым, айып етпеңіздер. Творчестволық ауру. Жоқ, ана кино сценарист болу жағына, сценарийді жазу, тез жазу, орынды дұрыс қалыптастыру дегенге қатысты кітаптар болатын, соны оқып жүретін. Өздерің бір туған туыстарын үйіне барып тұра алмайсың ғой қазір енді. Тұра алмайсың деген, тұрғызады, просто ыңғайсыз сезінесің ғой жаңа. Әрине, иә. Сен кешкі бар жерде қонақ бір күн қонақ, екінші күн не деші? Сау болыңыз болады ғой. Екінші күн қонақ емес. Мен де сондаймын. Біреулер үйге келсе мен қысылмаймын. Спокойно, жата бер, іше бер, бүйте бер, сөйте бер дейсің да. Біреудің үйіне барған кезде мен қалмауға тырысамын. Қонуға қалмауға, потому что андай түнде емін-еркін деген сияқты. Өз үйім өлең төсегім. Жоқ, сондай бір қысылып жүргім келмейді да, сол үшін мен мүмкіндігінше андай Фукет кетіп қалып гостиницаға болса да жата салатын. Иә. Бізде де сөйтіп тұрсамыз, ыңғайсыз. Айтайын дегенім сол сәтте бір белгілі бір уақытқа осы фильмнің режиссерына Елекең оттегі болды. Айта кеткен ғой жаңа Нұрлан Испанов айтқан. Ол да бізге оттегі болды негізі. Үлкен оттегі болды. Өтіп кетіңдер. Қонақта Марғұлан Аден және де Мирас Жүгінісіз. Біздің оттегі, осындай біздің подкаст. Неғып келдің, Марго, деп, жейтін не бар, деп сөйтсең. Біз қашанда түсіріп отқан кезде кіріп шығып кете беру бола бере ма? Иә, осылай қалдырамыз, күшті ғой. Не бар, деп. Шкафтың ішіне кіріп кетті. Бізде Хроники Нарнийдің шкафы біз жақта, етішті. Ол жігіттер енді түсірілім біткенше отыра тұрыңдар, иә?
көрермендер шок болып жатыр. Біз неште жұмыс істеп жатырмыз, олар дұға тілеп жатыр, общем параллельно ұрып жатыр, қолдан келгенше командамен жұмыс жасап жатырмыз. Жан жақтан дейсіз ғой. Жерді көкті қамтып жатырық десең. Жоқ, бұл кино елдің ойынан шығады деген ойдамын негізі. И тем более актерский состав бомба ғой негізі. Сондықтан алғашқы көрермендердің бірі болып біз де барамыз. Негізі мен трейлерді көрдім ғой. Мен основной идеяны білем ғой. Сіз маған айттыңыз ғой. Айтып қойдың ба? Айтып қойдыңыз, мен білем. Бірақ мен сен сдавать етпейін. Иә? Повезло саған деп. Бірақ көрермендерге айтқым келіп отыр да. Трейлерде көріп отырғаныңыз бір қыры, негізі фильмді көрген кезде совсем басқа дүниені көресіздер. Максимально ашпауға тырыстық. Сабира ханымның бір жаңағыдай бір қызықты историяңыз болса. Қызықты история? Деп. Бұл кісі енем оттегі дегенмен болды ғой, отты ғой бәрі. Жоқ, менің бар ғой, енем. Бір жағын мақтаған, білмеймін, бір. Мен өзім ойлаймынша, Аллах тағалаға күнде шүкіршілік айтамын ғой, мен сондай бір отбасыма түскеніме ше. Өйткені менің өзімнің ата-анам ренжіп қалмасын, бірақ мынау отбасыда мен больше заботы вижу дегендей ғой. Иә, өзім ата-анамдан да заботы көп болды, бірақ ол кісілер больше жұмыс деп, енді біздің ата-аналар сол уақыттарда. Қазір енді ата-енем бос, жаңа қатты жұмысқа нетпеген деген сияқты. Қатты уже пенсиядағы адамдар болғандықтан үйде отырады, көңілдерін көп бөледі бізге деген сияқты. Мейірімін көп бөледі. Сол себепті мен нағыз іштегі отырған талантымды осы отбасынан келіп аша алдым деп ойлаймын. Керісінше қолдады ол кісілер. Әрине, олар ең алғашқы қолдаған қызық история. Мен ең алғашқы видеоларым түскен кезде көрші әйел кісі менің мамама келіп далада жүрген кезде келінің кетіп қапты ғой. Күйеу алмас ұрып жүр ма не? Вайнды көріп айтып отыр ғой. Иә, вайнды көріп айтып отыр ғой. Шын деп ойлап қалған ғой. Неменеге ұрып жүр, ойла. Нормально қыз еді ғой деген әңгіме айтқан ғой. Кетіп қалды ма енді келмей ма деген мама сосын күлген ғой. Ей, ол деген жай өтірік видео, ол кетпеген, ол Құдай сақтасын деп. Деп таңғалып қапты. Сол мама маған келіп күліп айтып жатыр да, представляешь. Именно ойлаймын да. Сіз сендіре алған болып тұрсыз ғой. Сендіре алған бұл бір бөлек. Менің ол талантым бір бөлек. Иә, ол енді басқа әңгіме ғой деп. Просто енемнің бұл жерде даналығы шығар. Ол же могла же вот так сказать. Не істеп жүрсің сен, мынақты елден мен сөз естіп жүрмін. Таста деп айту мүмкін ғой маған. Мүмкін еді ғой басқа қырынан қараса, бірақ ол қырынан қараған жоқ. Ол жақсы қырынан қарады да, сенің өнеріңе сеніп қапты, представляешь деп күліп. Дұрысымен, ол өте маңызды. Және де мен ренжіме бөлгеніме деп өзінше отсың деп жатыр. Бұлжымайды сізге бәрі. Айта беріңіз, күшті бір жерге кеп қалды. Жалпы бұл блогерлік істі бастаған кезде мен жолдасымның алдынан өттім, ата-енемнің алдынан өттім, кәдімгідей рұқсаттарын алып. Я хочу, я буду делать деген болған жоқ та менде. Сіздер қарсы емессіздер ма, сіздерге нормально ма, мен осындай, мен айналыссам деп едім, менде жақсы получается как будто деп. Сосын олардың батасын алып барып бастаған ісім болғандықтан мен ойлаймын берекесін сол үшін берген шығар Алла деп. Күшті. Өте маңызды. Мен сұрақ қойғым келді, енді бәрі жақсы ғой, бірақ енді мыңнан бір демек қойын, 100-ден бір семья, осындай бір жақсы семьяға түсіп қалдыңыз. Басқа ондай мүмкіншілігі жоқ, немесе ондай көзқарастағы емес ата-енелер бар, түсінбейтін, бірақ қыз оны түсіндіре алмайды. Осындай моментте қалай бір бақыттың линиясын ұстап қалуға болады, или қалай нетуге болады, бір лайфхак, или бір сондай бір ақыл кеңес. Барлығында онда ене емес енді, мойындау керек барлығында сіз секілді. Негізі мен ойлаймын, қате түсінік қазіргі уақытта ала берсем деген түсінік қате да. Беруді ұмытып кеткен адамдар. Мен айтам ғой, сіздер мысалы қызыға айтады да, сен мысалға жолдасыңмен бәрі осындай керемет, бізде де кикілжіңдер болады ғой. Бізде де жаңа кейде ұрыстар болады. Атсаяқ сылдырлайды. Иә, сылдырлайды міндетті түрде. Беріс бар мен жақтан да. Өйткені қалай деп мақтап кетсек, ол ғана емес деп ше. Менде де бар деп. Жоқ, мысалы жоқ былай ғой. Жуандайын деп. Мысалға қалай түсіндірсем екен? Қазақша. Ата-енеммен бірге тұрдым, мысалға мен, тұрамыз біз. Өте көп плюстары.
жеке мен өзімнің ата енеммен тұрудың плюсы көп, минустар білмеймін жоқ десем де болады. Единственный минустар, мен шортымен жүре алмаймын, үйде болды. Там лямкамен жүре алмаймын, жаңағыдай жеңіл киініп жүре алмаймын да. Ұзын киініп жүру керек, жабық, иә. Қазір кейбіреулер типа я так хочу. Я хочу дейді. Иә. Беріс қайда сонда? Отдача болу керек қой, бірақ өзіңнен де бір. Керемет. Мен мынандай бір ұстанымды естіп қалдым да бір қыздан. Замуж когда ты собираешься деп сұрақ қойған кезде, какой замуж? Какой замуж? Дейді. Не хочу я вот так вот отпрашиваться у мужа, там отчитываться ему дейді да. Қалай деп отырмын, сен ол берсін ғой сенің, а кірісің қанша болады деп отырмын. Қандай береке, ол сенің қорғаның, ол ертең сенің досың да, сырласың да, бүкіл проблемаңды шешуші, қаншама плюстар бар. Бір-екі минусына бола, ол сондағы позиция ала берсем, мен только менің қалауым бола берсе. Олай болмайды. Ондай, мен ойлаймын, ондай отбасы ешқандай да бақытқа кенелмейді. Кез келген адамнан, жолдас жағынан да беріс болу керек, қыздың да жағынан беріс болу керек. Ойбай. Оғызын қабыл болсын ба? Гала кейбір кезде осындай болып кетеді. Жоқ, өте күшті нәрселер айттым, мен кәдімгідей ойланып кеттім ше. Мен енді жақсы формула бұл. Елекеңнің де бұл тұста мысалы сіздердің де қолдауларыңыз бір сәл бұндай кезде мүмкіндігінше сөйлемеуге ақыл айтпауға тырысам. Бізде үйде андай матрихат деген нәрсе жоқ та. Андай сол бағытта жүрген қыз келіншектер мені жеп қояды. Сол үшін мен үндемей, әркімнің өзінің үйіндегі правиласы өзіне. Сабираға келісетін бағанағы нәрсе, алыс беріс деген нәрсе тоже болу керек. Үйде де келін болады, ене болады. Жігіт, еркек, ер азамат, үйдің отағасы соған сай тірлік істеу керек. Мен бірақ Инстаграмда в основном біз андай тепе-теңдік или подкаблучный варианттағы видеоларды көп түсіреміз. Неге? Потому что сол қалап тұрады. Ұнайды. Сол ұнайды. А сен қазір андай сәл бір еркек рулит ететін бір-екі видео салшы, ойбай, астында сенің күйеуің тиран, бір бәледе сір бәле деп сондай. Абьюзер деп сөйтіп басталып кетеді ғой. Ал біз үйде шүкір Аллаға әбден бақытты өмір сүріп жатырмыз. Біздің марқұм папамыз да сондай болған, біз де сондаймыз. Бізден кейінгі балалар да сондай болады деген ойдамыз. И мен бірақ нәрсе айтатым, мысалы анау інімнің баласы Омарито деп айтамыз ғой, соғанда айтатым, всегда айтамын, мамаңа жақын бол. Ол кішкентай, уже түсіндіріп бастайсың. Бірақ айтамыз, мамаңа жақын бол. Ертең қатынаған кезде мамаңды ұмытып кетпе деген нәрсені қазір айтамыз ғой. Аны дейді, емшек берген ары жат, көтін берген бері жат деген сияқты нәрсе болып кетпесін деп қазірден сол нәрсені үйретеміз. Неге саған емшек туралы әңгіме ұнайды? Маған бұндай күшті сөздер керек ма? Жоқ, емшек берген ары жат, төсек берген бері жат деп айтамын. Біз соны басқаша ауыстырып алғанбыз ғой. Өз тілімде түсіндіріп кеткен ғой десең. Өте күшті. Сіздер өзгелер жайлы айтқанымен, сіздер талай адамға оттегі болып жүргендеріңізді ұмытпаңыздар. Тіпті осы бір подкастымызға қолдап, осы бір фильм шығатын алдында ерекше қолдау білдіріп, бізге оттегі болып жатсыздар. Сондықтан алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Тағы өзімнің оттегімді айтқым келіп тұр тағы да. Өзімнің әкемді айтқым келіп кетпін ғой. Менің әкем, анамда да бар ғой әрине, деп жүр. Бірақ әкемді ерекше айтқым келіп тұр. Менің әкем негізі бұл кісінің папасына күшті тілектер айтады ғой, еркелеткенде де ше ма? Иә, әлі күнге дейін еркелетеді ғой. Менің бір 4 балам бар сияқты емес, бір әлі бір 13 жасар қыздарды еркелеткенде еркелетеді ғой әлі ше. Ой-той-той-той-той деп анау қалайсың доча деп мен өзім мен 4 балам бар ма деп қалам ше өзім. Сол негізі менің балалық шағымнан маған деген сенімділікті ұялатқан ол әкем. Маған деген сен барлық жақсылыққа лайықсың. Қыз баласы ерекше жақын болады ғой. Иә, сол себепті мен әкеме мың алғыс айтқым келеді. Ол кісі сіздің оттегіңіз. Осы тұста бір папаңызға звондап алғыс білдіріңізші. Ол кісінің қазір отношениясын қазір көресің, еркелеткенде ше басқа бір нәрсе айтып кетсең. Енен алдында жіберейік па бұл сәтте, или енеден кейін жіберейік па? Вообще без разницы. Мен папаға звондап десем, просто ана өмірде телефон жоқ. Алло. Папа? Алло, кем? Қалайсыз? Жақсы, шүкір Аллаға. Иә, мен де аманмын. Не істеп жатсыз? Жақсы, 10 минут қалып кетті. Ауызға шыға ма? Дұрыс, қабыл болсын. Папа? Ау? Мен сол сізді жақсы көрем деп айтқым келген сізге. Ой, әкем білем ғой мен деген. 24 сағат суткасы білем ғой. Үлкен рахмет сізге. Маған ба не үшін? Просто. Сен де туған үшін ба? Иә. Әкем, конечно. Не каждому дано. Аха.
Все, рахмет сага айтайын. Бірдеңе күн ба не? Алгыс айтуу күнү го бүгүн. Қандай? Алгыс айтуу күнү. Здрасте. Ну, тогда всегда пожалуйста. Все, давайте. Давай, пока. ойбай көзімізге жас келді кәдімгідей. Не каждому дано деп өте күшті айтты иә, мысалы ол әркімге беріле бермейтіндей шынымен де бір үлкен бақыт қой. Сен жаңағы юморыңызды бағаладым. Жоқ, енді вообще бұл подкаст тақырыбы ауыр әрине, бірақ енді кез келген өте күрделі проблемаға юмормен қарай білу ол бақытты адамдардың несі деп ойлаймын, бір қасиеті. Отбасымыз аман болсын, жақындарыңыз аман болсын. Сіздерге оттегі болып жүрген жандар аман болсын. Аумин. Тағы да алғыс айтамыз сіздерге. Алла қаласа кез келген бастамаларыңызда осындай бір інілеріңіз бар екенін ұмытпаңыздар. Ешқандай подкастқа шақырған кезде бармайтын мен же. Бірақ бірінші рет отырмын осындай подкаст деген бар. Осылай бастала ма не деп қалғанымыз ғой. Потому что мен көрмегенмін ондай подкастты. Андай енді былай. Біз де өзіміз кеше бастап отырмыз. Негізі жүргізуші емеспіз, әлі комментарий жазылатын жүрмін. Мынау екеуі не істеп отыр деп па? Бірақ подкаст еркін нәрсе, іштегі нәрсені айтасың, қызық нәрселерді. Подкаст халықтың сөзі болғандықтан оған жүргізушілік қасиет қатты керек емес. Өйткені арамызда ендікі қосылып кетеді екеуміздің. Құрметті достар деп қалатынымыз бар арасында. Жансерік пен Галла подкастқа шақырып алып Сабираны жылатты деп. Сол әңгімелермен таратып жүрсек. Біз оттегі деген подкастты сіздердің шығарылымдардан бастасақ деген идеяға отырып осы жерде күшті ше. Оны жарайды, оны шешеміз, бірақ өте тамаша шығарылым болды. Алтындай уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Ауыз ашарға 5 минут қалды, ниеттеріңіз қабыл болсын. 5 минут қалды. Аман болыңыздар. Шақырғандарыңызға рахмет. Всем қорқамыз десеңіз, сол бірінші заголовок басталсын да. Всем fuck you деп басталсын да.